Johnny. Вахалат. 5000 теңге бонус салғандар дейтіндей. Еще тағы да бір идеялар жазып жіберуім керек, соны айтып беремін. Не қою. Кепио. Жақсы айтып отыр. Еще жалғастыра ма? Погода қалай деген секілді айтпайсыз ба? Погода бүгін Қандай қиындықтар болды деп. жалпы Погода щедрая. жалпы қиындықтың барлығын бірге осы командамен бірге жеңіп келе жатырмыз пока что. Ну. Бірақ бұл қиындықты полный жеңіп беретін сіздер құрметті достар. Не деген сөздер? Кірсем офистің ішінде мусор жиналып тұр ғой кәдімгідей. Брат, бізді қашан төгесің? деп. Яғни CJ-дің офисі болып отыр ғой, үйі болып отыр ғой. Сан-Андрестегі ше. Ну, моқтың компы. Бәлі. Ой. Не болып отыр? Пландарымыз біздің. Ё-май, Алматының туманын қарасы. Everybody hey болып тұр ғой Алматы. Help me болып тұр ғой Алматы деген. Дейтін стористерге вообще қызықпай қойыңыздар. Өзің өміріңе шүкіршілік ет, бірақ ойбай, блогерлердің өмірі шик қой деп қызықпа. Артында не бар екен білмейсің. Ол немен, не контрактіге отырып жатыр. Оның артында черныймен байланысып жатқан шығар, сен білмейсің. Қызықпалар, олардың өміріне қызықпай қой. Мысалы, менің басымда айына 2,5 миллион теңге кредит бар. Так что, досым, шүкіршілік ет, барыңа қанағат қыл. Мына Инстаграм деген нәрселермен өзіңнің өмірің салыстырма, депрессияға кіріп кетесің. Сіз ойлағаныңыздағыдай бай болмай жатсаңыз, значит, сіз әлі дайын емессіз ол нәрсеге. Құдайдың планы сіздің планыңыздан да мықты. Егер сізге Құдай просто бере салса, осы күйіңізде сізге ақшаның байлықтарын бере салса, сіз көтере алмай қаласыз и хует етіп кетесіз да, грубо айтқан кезде. Вот сол үшін Құдай саған жаны ашыған үшін әзір бермей тұр. Өсіп қабылдаңыздар. Сабырмен, еңбек етіп, төзіммен бәріне жетесіздер. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Алматы кәдімгідей суып кетті. Жылы киініп жүріңіздер, ауырып қалмаңыздар. Жылы курткаларыңызды киіп, гамаштарыңызды киіп, аяқтарыңызды жылыстап. Қазір осындай кезде бір ыстық бір суық болып тұрады. Оны күндіз хлеб жеп жүріңіздер арасында деп. Сол, короче, жылы киініп жүріңіздер, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Всех обнял, поднял, короче. Всем доброй ночи. Прямо уақытым көп болады, енді творческий болғаннан бір видео, бірдеңе түсіресің деп, бір бөлек ойластырасың, короче. И көп уақыт болғандықтан біздер көбінесе андай ойланып қаламыз ғой, білмеймін, настроениямыз түсіп кетеді, короче. И сол болмайды екен ғой, оказывается. Неге? Депрессия деймін ба, сондай дейді ғой. Көп жұмыс істесең болмайды ғой. Иә, көп жұмыс істеу керек екен бізге. Бизнес ашу керек, осының бизнес надо. Макдональдс ашып тек та? Жоқ, бизнес ашу керек бізге. Осы бір жылда мен байып кетемін, еркекше айтамын сендерге. Айтам қалай екен потом. Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш, құрметті достар, қалайсыздар? Мен қалада жүрміз. Водитель бала бар, мобилогер бала бар, 2 зимний шинамыз бар. Зимний шина алып қойдық. Инстаграмға вообще ештеңе салмай кеттім ғой мен.
тикток болып жатыр екенбіз ғой қазір. Тиктокта ойбай сұмдық болып жатыр. Тіркелмегендер болса тіркеліп қойыңыздар, астында ссылка тұр. Испанияға келіп, Барселонаға келіп, Барсаның матчына келмеу өте қате болады. Қазір Лига чемпионов болып жатыр. Қазір матчқа кіреміз. Вот это достойно. Мынау енді потолок, ё-моё, достар. Адам толады, вообще бомба. Мына өлең білетін шығарсыздар енді. Лига чемпионовтың әнұраны ғой. Левандовский жүр, Педро жүр, Рафиньо жүр. Давай, жігіттер. Ел үшін, жер үшін, мен үшін. Сендерге болеть етіп жүрмін. Туылғалы бері. Аллар жаман активді алды. Өте қызық ойын болатын сияқты. Гол хочу сразу. Классический киім керек болса, досым, таза кофе ішіп, макбукты ашып қойып, оның дипломатпен киетін киімдер ғой. Киіп қазақ болғыңыз келсе, дейді. Достар, болды мынандай трендтер шығара бермеңдерші. Түнгі нешеде? Не, Голмартқа әрең дегенде жабылып қалатын кезде келіп, әрең тауып, енді 2 сағаттық жолға шығып бара жатым. Тренд шығармаймыз, достар, болды. Алты тамақ кетіп қалған. Температура ұрып, ішіп. Қоян жүр. Мынау сандырақтайын дедім ғой. Бәрі жүрек. Мынау неға ебақ бұл? Не бұл? Жақсы белгі ма мынау? Жақсы белгі емес бе? Әлі таң сеуінға кетіп баратым. Не істеп жатсыздар, балдар? Былай ашылады екен. Көрдім, байқадым. Мама машина алайын деп жатыр екен. Альфард сияқты дейші. Шындай кия көріп жатырмыз. Қалай ойлайсыздар, қандай жақсы машина ма? Ондай пленкамен. Шын бәрі жаңа екен айтыр ескі. И батя работает, короче. Осындай әдемі погодада. Кешкі бес деп ешкім айтпайды, но Алматыда осындай погода болып жатыр. Және посттың астына құттықтауларыңызды қабылдаймын. Құттықтап жатқан жандарға барлықтарына алғысым шексіз. Ну, батя пока должен работать, короче. Жандарым, Батқамжанның баласы бар. Жоқ. Шаруаға жатырмыз. Нарды дұрыстық бейсаған. 10 бала туып бересің. Ужас. Не болмай қалды. Маған қазір 20 мың аударасын. Ладно. Маған қазір басыма массаж жасап бересің 10 минут ровно. Шашың тақыр қылып алып істейсің. Шашыңды вообще алмайсың, ұзынға өсіресің. Ертең күшті ресторанға барамыз. Маған, короче, манты жасап бересің. Ужас. Сәлек қал. Менің арманымдағыдай сөз саласын. Ой, ел.
бетімнен сүйесін шөліп өткізіп қазір. Іші қисығынан кет. Күнде азанда универге апарып тастайсың. Машинамның ішін сүртіп бересің тряпкамен. Рахмет. Ona geldi. Отны қараңыз. Товар блогер. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қалайсыңдар достар, амансыңдар ма? Осы сендерде андай бола ма? Любой адамда болатын шығар. Короче, звондайды да, қарызға ақша бере тұршы дейді ғой. Кеше